Амансыздар ма балалар, қалдарың қалай? Балалар, мынандай бір есепті қарастырайық. Температура 20 градус болатын, 1,15 кг су құйылған, ыдыс ішінде 100 градустағы 200 грамм су буы жіберілген. Бұл суға айналғаннан кейін жалпы температура қандай болады? Балалар, бұл жерде жылу балансының теңдеуі орындалып тұр. Өйткені ыстық бу өз жылуын берді де салқын суға, буымыз суға айналды және белгілі бір температурасы төмендеді. Яғни біз бұл жерде ыстық судың берген жылу мөлшері мен салқын судың алған жылу мөлшері өзара теңдеп жылу балансының теңдеуін жазатын боламыз. Сонымен осы айтқандарымызды жазайық енді. Q1 тең болады Q2 плюс Q3. Бұл жерде Q1 салқын судың алған жылу мөлшері, С N1 тетта минус Т1. Жазып қойық балар, сіздерге түсінікті болу үшін салқын судың алған жылу мөлшері. Оны бізге осы суға жіберген бу береді. Q2 L көйтілген E2. Бұл біздің үшінші. Q3 жазып қойық балар. Q3. Осыдан буымыз енді сұйық күйге айналады, суға айналады. Яғни С су М2 Т2 минус тетта 4. Бұл жерде балар будың берген жылу мөлшері жаздық балар. Мөлшері. Енді 2, 3, 4-ті бірге қойып жазайық. Сонымен С N1 тетта минус Т1 тең болады L E2 плюс С су, нарда су деп жазып қойық балар. M2 Т2 минус тетта деген осындай формуламыз шықты. Енді жақшан ашып қоспан температурасын тауып алайық. С су бір жерге жинақтап N1 тетта минус С су N1 Т1 L E2 плюс С су E2 Т2 минус С су E2 тетта. Бұл біздің алтыншы теңдеу болсын. Бізде тетта екі жерде тұр екен, нарда минус болғандықтан сол жаққа шығарайық. Сонда бізге есептеу ыңғайлы, жеңіл болады. С су, екеуінде де су бар, тетта екеуінде де бар. Бірден жақшаны сыртына шығарып жіберейік. Сонда N1 плюс E2 қалды балар. E2 тең болады L E2 плюс С суды жақшаны сыртына шығарып жіберейік те екеуін қосайық балар. Сонда E2 Т2 плюс N1 Т1 деген осындай бір формуламыз шықты. Енді осы жерден теттені өрнектеп шығарып алуға болады балар. Тетта тең болады L E2 плюс С су M2 Т2 қосу N1 Т1 бөлінген С су жақшаның ішінде N1 плюс E2 деген осындай жақсы бір формуламыз шықты балалар. Бұл біздің сенші теңдеу болсын. Енді орнына қойып есептеу ғана қалды. Тетта тең болады 230 оның 4 дәресі джоуль бөлінген килограмм көбейтілген 2 10-нан минус 1 200 грамм қой балар. Килограмм қосу 4,2 10-нан 3 дәресі джоуль бөлінген килограмм көбейтілген градус. Емекіміз будықы 0,2
килограмм көбейтілген 100 градус плюс 1,5 килограмм көбейтілген 20 градус. Судікі 4,2 оның 3 дәресі жол бөлінген килограмм көбейтілген градус. Енді 1,5-ке 1,2 болсақ 1,7 килограмм. Дәрежесін шығарайық балар. Бірлігін шығарып ала қалдым. Килограмм мен килограмм қысқарсын. Жолдар жақшан сыртына шығып қысқарсын. Килограмм мен килограмм қысқарсын. Килограмм градус пен килограмм градус жақшан сыртына шығып қысқарсын. Градус қалды. Яғни біздің қортып шығарған сенші теңдеуіміз дұрыс деген сөз балар. Градус қалды. Бұл жерде балар 2-3 дәресі, жақшан сыртында 2-3 дәресі бар, қысқарсын. Мынарда 2-3 дәресі қалады. 2-3 дәресі мен 10-3 дәресі. Кесіндер балар. Сонымен дәреже қалған жоқ. Қалған жазайық балар. Тетта тең болады. 230-ды 2 көйтсек 460. 460 қалды. Қосу. 0,2 20, 1,15-ті 20-ға көйтсек 30, 30-ды 50, 50-ді 4,2 көбейте саламыз. 50-ді көйтеміз 4,2, 210. Сонымен қосу 210 қалды. Дәреже қалған жоқ балар. Бөлінген 4,2, 1,7 қалды. Арда бірлігін шығарып қойғанбыз балар. Градус. Енді қосып бөле салайық. Ешқандай қиыншылық қалған жоқ. Сонымен 460 қосу 210 бөлінген 4,2 бөлінген 1,7 94 жоқ шамамен 94 градус 94 градус қалды. Шықты. Сонымен баларына керіп жоқ, жазбай қойық. Яғни сонда пайда болған буды жіберген кезде пайда болған ортақ температурамыз 94 градус болды. Тең болады 94 градус болды. Яғни 100 градустық буды жіберген кезде оның температурасы төмендеді. Өйткені салқын суға өз жылуын берді 20 градусқа. Яғни буымыз біріншіден 2 күйге өтті, алдымен суға айналды. Одан кейін суға айналған буымыз 100 градустан 94 градусқа дейін температурасы төмендеді. Осымен балар сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар.